Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Мен 3-ші А сынып оқушысы Нұрлы Нұржанқызы бала тілі бал жобасының жүргізушісімін. Біз биылғы оқу жылын Абай атамыздың 180 жылдығына орай Абай мұрасына арнадық. Сіздерге Абайдың бірінші қара сөзін оқып берейін, қабыл алыңыздар. Жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қолап жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қошылық екенін білдік. Енді қалған өмірімізді қайтып неғып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағам демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу жоқ. Енді қартайғанда қызығын өзің түгер көре алмай тұғын, ұры, залым тілемсектердің азығын бақ беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қорқылар жайым жоқ. Ғылым бағу жоқ. Ғылым сөзін сөйлесер адам керек. Білгеніңді кімге үйретерсің, білмегеніңді кімнен сұрарсың. Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырған не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір қартайтатын күйік, софылық қылыптың бағу жоқ. Ол да келмейді. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ. Осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу жоқ. Баға алмаймын. Бағар едім. Қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харакетке қосайын? Балаларымның өзін ілгері өмірінің, білімінің пайдасын көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын. Кімде кім ішінен керекті сөз тауып алса, жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедінде, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Нұрлы Нұржанқызы. Күндеріңіз нұрлы болсын.